Кеш жарық баршаңызға лекаламызды шығарып алдық. Бұл бізде қазір үлгі. Қалай құрастыру керек деген осы үлгіге қарап құрастыратын боламыз. Ең бірінші біз осы жерде, міне осы шетінде 1-ден 24 листке дейін өзі жазылып тұрады осылай. Осыған қарай және де осы стрелка бойынша бір-біріне жақындатып құрастыратын боламыз. Және де осы құрастыру барысында осы жерде қайшымен қырқатын жер бар. Осыны бірінші қайшымен кішкене қырқып тастайтын боламыз. Осы жеріні. Қайшымен қырқып алдық. Міне осылай бір-біріне сай келу керек. Клеймен, скотчпен, жабыстыруға болады. Міне барлығының, осы барлығын құрастырып жатқан кезде 1 мен 2-ні құрастырып қойдым. Міне енді 3, 4 қалған 8-ге дейін осы жан бөлігіні қайшымен қырқып шығатын боламын. Байқап тұрғандарыңыздай, стрелка тұрған жақ бөлігіні қиып аламыз. Келесі бөлікті де осылай бір-біріне сай етіп жабыстыратын боламыз. Мен осылай бірінші жоғарғы жағын қазір құрастырып алайын, одан кейін екінші жағын көрсететін боламын. Бірінші қатардың барлығını құрастырып болдым. Енді екінші қатарды құрастыратын боламыз. Екінші қатардың бірінші парағын жоғарғы жағын қырқып аламыз, осы стрелка тұрған жеріні. Қиып алдық. Енді осыны мына жерге осылай жабыстыратын боламыз. Екінші парағының тоже жоғарғы жағын қиып аламыз. Және де жан бөлігін осы стрелка міне жоғарыда и жан бөлігінде стрелка тұр. Сол стрелка бойынша қиып алатын боламыз. Осыны осылай бір-біріне жабыстырып аламыз. Келесі парақ тоже осылай жоғарғы жағын қиып алып, жан бөлігіні қиып алып, осы жерге жабыстырамыз. Дәл осылай осы екінші қатарды жабыстырып шығатын боламыз. Екінші қатарды да құрастырып болдық. Екінші қатардың жоғарғысымен жан бөлігінен қиып жабыстырып шықтық барлығыны. Енді үшінші қатарды жабыстыратын боламыз. Оны да дәл екінші қатарды жабыстырғандай жабыстырамыз. Үшінші қатардың бірінші бөлігіні жоғарғы жағын қиып алатын боламыз. Осылай жабыстырып шығамыз. Келесі қағаздың жоғарғы жағымен жан бөлігін қиып алатын боламыз. Осы бойынша келесі қағаздарды да осылай жабыстырып шығамыз. Міне біз барлығыны құрастырып болдық. Енді лекаланы жан-жағын қиып дайындайтын боламыз. Міне енді мына жанындағы 1 сантиметр тігіске берілген. Сондықтан осы жаны бойынша барлығының өзінің формасымен қиып алатын боламыз. Енді қиып алатын боламыз. Міне осылай әрбір детальды осылай қиып алатын боламыз. Бұл алдыңғы бөлік. Алдыңғы бөліктің ішкі жағында тұратын подбор. Бұл бізде белдік. Артқы бой деталь бұл. Барлық детальды қиып дайындап алдық. Юбканың артқы бойы, жең бөлігі, костюмның артқы бойы, астар бой барлығын осылай қиып, үлгі бойынша қиып дайындап, барлығын лекаларымыз дайын. Енді пішуге кірісетін боламыз.